Балалар смартфон арқылы білім алып жатқан бүгінгі заманда тәжірибе қолдан қолға, жүректен жүрекке берілетін осындай кездесулердің маңызы ерекше. Астананың Сарайшық ауданындағы бейбітшілік және келісім саябағы дәл осындай тағылымды атмосфераға бөлінді. Мұнда мәдени мұраны сақтау, отбасылық құндылықтарды нығайту және ұлттық дәстүрлерді дәріптеуге арналған «Әке көрген оқ жонар, шеше көрген тон-пішер» атты отбасылық мереке өтті. Таңғы уақыттан бастап саябақ балалардың шат күлкісіне, ұлттық әуенге және шығармашылық рухқа толды. Іс-шараға балалы отбасылар, сәндік қолданбалы өнер шеберлері, қоғам белсенділері мен елорда тұрғындары қатысты. Әкелер бар ма, Қанеке? Әке көрген оқ жонар алаңында әкелер мен балалар қол өнердің қыр-сырын меңгерді. Қатысушылар ағаш ою, қамшы өру, құммен сурет салу және де тағы басқа мүсіндерін жасауды үйренді. Ал шеше көрген тон-пішер алаңында аналар мен қыздар дәстүрлі қолөнердің бай әлеміне саяхат жасады. Мұнда олар жүннен бұйым жасау, кесте тігу, ұлттық әшекейлер тоқу және қазақтың әйгілі құрақ құрау өнерінің қыр-сырымен танысты. Роль отца, она очень значима. Отбасындағы әкенің рөлі өте маңызды. Дәстүрлер мен құндылықтар отбасында қалыптасып балаларға беріледі. Әкелер өздерінің қамқорлығын, сүйіспеншілігін және жанын балаларын тәрбиелеуге жұмсайды. Мен Қазақстанда осындай мереке болғанына қуаныштымын. Спорттық сайыстар да көпшіліктің ерекше қызығушылығын тудырды. Қатысушылар асық ату, арқан тарту, гир тасын көтеру және де қол күресінен сынға түсті. Көптеген отбасылар команда құрып, жарысты бірлік пен өзара қолдаудың жарқын мерекесіне айналдырды. Іс-шараның басты ерекшелігі шеберлік сабақтарын тамашалап қана қоймай, оларға бүкіл отбасымен бірге қатысу мүмкіндігі болды. Осындай сәттер ұрпақтар арасындағы байланысты нығайтып, кітаптан табыла бермейтін өмірлік тәжірибе мен тағылымды балаларға жеткізуге мүмкіндік береді. Отбасы басты құндылық екен танытуда. Бүгінгі таңда өздеріңіз де естіп жатасыздар, көріп жатсыздар, өте көп ажырасып жатады, жастар қосылып, соны жоғалтпау үшін, сол құндылықты бағалау үшін міне жыл сайын осындай іс-шара ұйымдастырылады. Әкенің орны да осы қазіргі кезеңде үлкен рөл атқарады. Өйткені біз айтамыз, ана тәрбиелеп отыр. Бірақ әкенің де тәрбиеге қатысып балаға өзінің ақыл кеңесін беріп, әсіресе ер балалар әкеге қарап өседі. Ұйымдастырушылардың айтуынша, дәстүрді сақтау ең алдымен отбасынан басталады. Ата-ана тәлімгер, ал бала ізденпаз шәкірт болғанда ғана мәдени мұраның сабақтастығы үзілмейді. Халқымыздың әке көрген оқ жонар, шеше көрген тон-пішер деген нақылы бекер айтылмаған. Әкеден үйренген өнер мен анадан дарыған тәрбие өмірлік құндылыққа айналады. Ал осы мұра ұрпақтан ұрпаққа жалғасқан сайын ұлттық дәстүріміз, отбасылық құндылықтарымыз және рухани байлығымыз сақталып, мәңгі жасай береді. Саида Өкібаева, арнайы Этноньюз, Ассамблея телеарна үшін, Астана.